Қазақстанға келген Джило Дженнифер Лопес Алматыда концерт қою кешінде осындай мойнына шегіртке кіріп кетті. Ендігі кезек Алматының шегірткесін сатылымға қойыпты. Жаңалықты қараңыздар. Джилоны мойнына мінген шегірткенің бағасын енді естісеңіздер талып қаласыздар. Бір үйдің құнын жазып қойған. Ал кеттік, қазір сіздерге өте қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Барлық OLX сайттарында осы бір шегірткені 22 миллионға бағалап қойыпты. Сіз бұны аласыз ба? Тіпті адресін нөміріне дейін барлық жазып кеткен. Қазақ елі кешегі Джилоны үстінде жүрген шегірткені сатам. Хабарласыңдар. Қазіргі таңда атақты адамдардың тіпті пайдаланып кеткен салфеткасын, бір тістеп кеткен нанның өзін миллион теңгеге сатады. Ал енді Қазақстандағы Алматыдағы бір шегірткені 22 миллионға сату есі дұрыс адамның ісі ме, или қайып болғанның ісі ме? Оны алдағы уақытта көреміз. Егер сол шегіртке сатылып жатса, онда біз Қазақстан бір Джилоның кесірінен байып кетті дегім келеді. Комментарияға пікір жаза кетіңіздер. Джилоның мойнындағы шегірткені алар ма едіңіздер?